Жалпы сіздің шотыңыз, яғни жалақы алатын шотыңыз арестке түсіп қалмас үшін ең бірінші менің беретін кеңесім міндетті түрде жаңағы жалақы алатын банктың приложениесіне кіріп, ол жерден выписканы шығарып қарап көріңіз. Егер жоғарғы жағында бұл шот жай ғана текущий счет деп жазылып тұрған болса, менің сізге берер кеңесім банкке барып, бұл текущий счетты специальный немесе зарплатный счетқа ауыстыруға кеңес беремін. Бұл жағдайда сіздің счеттарыңызға ешқандай арест болмау керек. Яғни сіздің несиелеріңіз бар, бірақ жалақы алатын счетыңыз бар, несиеде сіздер білесіздер, бір күнде кредитті кешігіп төлеп қалсаңыздар, просрочкаға шығып қаласыздар, сол кезде счеттарыңыздың барлығы арестке түсіп қалады. Сол жағдай орын алмас үшін міндетті түрде алдын ала дайындалып, өзіңіздің счетыңызды ретке келтіріп алуыңыз қажет. Жаңағы айтып кеткенімдей, ол үшін текущий счетты міндетті түрде специальный немесе зарплатный счетқа ауыстыру қажет. Бұл тек қана жалақы алатын счетқа арналмаған, яғни басқа да жаңағы мақсатта пайдаланатын счеттарға да арналады. Мысалы үшін сіз пенсия алуыңыз мүмкін, немесе алимент алуыңыз мүмкін, немесе пособие алуыңыз мүмкін. Оның әрқайсының өзінің счеті болуы мүмкін. Болуы керек заң бойынша. Бір счетті ашып алып, ол жерге алиментті де түсіріп, пенсияны да, жалақыны да түсіріп, үшінші тұлғалардан да ақшаны переводпен қабылдап, олай болмайды. Бұл жағдайда сіздің счетыңыз арестке түсіп қалса, кейін аресттен шығару қиындау болады. Сондықтан да әр счеттің өзінің мақсаты болу керек. Сондықтан да счеттарыңыз арестке түсіп қалмай тұрып, ең біріншіден осыны дұрыстап алған дұрыс. Міндетті түрде менің парақшама жазылып қойыңыздар. Менің парақшамда заңға қатысты, несиеге қатысты ақпарат өте көп.